Баяғы заманда шал мен кемпір өмір сүріпті. Киіз үйдің ішінен мейірімді жүзді кемпір шығып есік алдына отырады. Қасына шалы келіп: «Кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берсеңші» дейді. «Неден пісірейін? Ұн жоқ қой». «Әй, кемпірім-ай, қойманың түбін қырнап көрсеңші, бауырсақтық ұн табылып қалар». Кемпір қойма түбін қырып 2 уыс ұн табады да қаймаққа шылап, қамыр илеп, майға бауырсақ пісіреді. Оны терезенің алдына суытып қояды. Бауырсақ суып тұрып бір кезде бауырсаққа жан бітеді. Бауырсақ қуанып домалай жөнеледі. Секіріп келіп терезе алдындағы орындықтан еденге, еденнен сыртқа, одан әрі домалай береді. Бір кезде оған қоян жолығып: «Бауырсақ, мен сені жеп қоямын» дейді. «Қоян, сен мені жеме. Мен саған өлең айтып беремін, онан да соны тыңда». Әжей қойма қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым. Қоян, сенен құтылу қиын емес болмаған. Бауырсақ алға қарай домалай жөнеледі, қоян аңырап қала береді. Бауырсақ орман ішіндегі соқпақпен зымырап бара жатса, қарсы алдынан қасқыр шыға келеді. «Бауырсақ, мен сені жеп қоям. Сен мені жеме, мен саған өлең айтып берейін». Бауырсақ әндете жөнеледі. Әжей қойма қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым. Қасқыр, сенен құтылу қиын емес болмаған деп бауырсақ домалай жөнеледі. Қарсы алдынан қорбаңдап аю шығады. Ол: «Әй, бауырсақ, мен сені жеп қоямын» дейді. «Жоқ, сен мені жеме, мен саған өлең айтып берейін» деп жауап береді. Бауырсақ, әжей қойма қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым. Маймақ, сенен құтылу қиын емес болмаған. Бауырсақ домалай жөнеледі, аю оның ізіне үңіліп қала береді. Бауырсақ зымырап бара жатса, қарсы алдынан түлкі шыға келеді. «Амансың ба, бауырсақ? Көргендерге ұнайды, жүзің қызыл шырайлы». Бауырсақ мақтағанға мәз болып өлеңін айта бастайды. Түлкі болса құмарта тыңдаған боп, хабырын білдірмей, бауырмен сырғып оған жақындай береді. Әжей қойма қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сытылдым. Түлкі, сенен құтылу қиын емес болмаған. Әдемі өлең екен дейді түлкі. «Айналайын-ай, қартайған шағым ғой, құлағымның мүкісі бар. Кәне, менің мына тұмсығыма шықта, өлеңінді тағы бір шырқап жіберші». Бауырсақ өлеңін мақтағанға мәз болып, түлкінің тұмсығына қарғып шығады. Әжей қойма қырнаған деп өлеңдете бастағанда, түлкі бауырсақты деп бір ғасапты. Қандай дәмді бауырсақ ет деп орманға кіріп кетті түлкі. Сөйтіп қу түлкі айласын асырып бауырсақты жеп қояды. Ақыл мен сақтық әрқашан ең басты қасиет. Дәмдісін ай бауырсақтың. Бұл ертегі бізге бір ақиқатты үйретеді. Тәтті сөзге алданып, абайсыз болмау керек. Ақыл мен сақтық әрқашан жолдас болсын. Кемпір мен шал сіздермен қоштасады.